Мен Топбергенова Дамира, Қызылорда қаласында тұрамын. Күйеуім Шкебаев Төрехан, ол да Қызылорда қаласында. Алланың берген 5 қызы бар еді. Қазір 4 күн күндізгі кешкілік бір тоқтың иісі шығып жүрді үйде. Сосын мамаммен сөйлескенде айттым, тоқтың иісі шығып тұр деп. Сосын қарасай деп жан-жақты қарап едім, ештеңе болмады. Балдардың бәрін жатқызып, кітайымды бесікке бөлеп, аяқ жағыма қойып тербетіп отырып, ұйықтап кеттім. Бір кезде түн шығып жатыр екен, көзімді ашсам, үй қара түтін, ана жақ лапылдап жатыр екен. Одан 3 қызымды алдым да оттың үстінен алып, 3-еуін шығардым. Ана 2-еуіне барам деп терезені қолыммен сындырып кірдім. Мен 1-еуін шығарып бесіктеге бара алмай қалдым, өзім тұншығып қалдым. Шамам жетпей қалды, түтін қатты тұрып кетті. 3-ші қызымды шығарып үлгердім, болды, сонымен қосып. Оған үлгермей қалдым, қасына жете алмай қалдым, өзім тұншығып қалдым. Сабыр етіңіздер. Тілсіз жау ғой болды. Біз Хикмет қайырымдылық қорымен жаңағы Сұлу жүректер қоры бірігіп, қолымыздан келгенше халықпен бірлесіп сіздерге қолдау көрсетсек па деген ниетіміз бар. Алла сәтін салса, бұл Алланың сынағы, одан да өтесіздер, сабырлы болыңыздар, ел болып сізге жәрдем көрсетіп, жаңағыдай баспанамен отбасыңызға баспананың кілтін табыстасақ па деген ниетіміз бар.